Ағарту емес арандату, бірлікке емес бүріккендеу, тағылымға емес тағылыққа шақыру. Бұл бүгінгі таңда әлеуметтік желіде жұртқа уағыз айтып жүрген кейбір діндар сымақтың жасап жүрген тірлігі. Дін тақырыбын арзан атақ пен танымалдылықтың құралына айналдырып алған олар халықтың салт дәстүріне тіл тигізіп, ұлттық құндылықтарды әдейі бұрмалап көрсетеді. Тіпті шектен шығып, Наурыз сияқты ұлттық мерекені харам деп жариялап, ал адамгершілікке де, заңға да қайшы әрекеттерді халал деп ақтауға тырысады. Осылайша қаралым мен лайк жинауды көздеп, ақиқат жолды насихаттаған болып, шын мәнінде бұрмаланған әрі радикалды көзқарастарды ел ішіне жайып жатыр. Түсінігі бар, көзі ашық адам мұндай сөздердің қисынсыз екенін бірден аңғарады. Алайда дін негіздерін, тарихты және заңды терең білмейтін жандар үшін мұндай жалған ақпарат қауіпті бағыт-бағдар болуы мүмкін. Өйткені мұндай насихат дәл сол сенгіштік пен білімсіздікке сүйенеді. Дін арқылы танымал болуға ұмтылу жай ғана бос сөз емес. Бұл қоғам ішінде алауыздық туғызып, жастардың санасын шатастыруға әкелетін қауіпті құбылыс. Сенім құралы манипуляцияға айналған кезде оның салдары ауыр болуы әбден мүмкін. Сондықтан бір нәрсені ұмытпау керек. Қазақстанда діни қызмет заңмен реттеледі. Заңсыз діни үгіт насихат жүргізуге, оның ішінде интернет арқылы таратуға тыйым салынған. Мұндай әрекеттер үшін қатаң жауапкершілік, тіпті қылмыстық жаза да қарастырылған.